Сонымен қайтыс болған адамның несиесін кім төлейді? Бұл жерде екі жағдайды міндетті түрде анықтап алу керек. Яғни бірінші жағдай, қайтыс болған адамның соңында дүние мүлік қалды. Яғни дүние мүлік деген жер, көлік, үй, немесе пенсионкадағы ақша. Ал екінші жағдай бойынша қайтыс болған адамның соңында ешқандай да дүние мүлік қалған жоқ. Яғни бірінші жағдай бойынша дүние мүлік қалған кезде бұл жерде нотариус арқылы мұрагерлік іс ашылады, яғни наследство ашылады. Бұл жерде мұрагерлері әйелі және де бала шағасы болады. Және де толыққанды қалған дүние мүлкінің бағасы қанша, және де қалған кредиті қанша. Яғни бұл жерде мұра ретінде дүние мүлікті өздеріне қабылдағаннан кейін мұрагерлері, яғни әйелі бала шағасы, одан кейін қарыз сомаларында бірге қабылдайды. Ал екінші жағдай бойынша қайтыс болған